Бүгін Айса Хомнан өзіме керемет сыйлық жасадым. Әзірше маған упаковкасы қатты ұнап жатыр. Одан кейін кешкі асқа сүйікті біздің салатымыз: капуста, морковь, жуа, перец, екі түрлі қияр, помидор, чеснок, петрушка, укроп, ащы бұрыш барлығын салып араластыратын сүйікті салатымызды дайындадым. Осы салатты сіздерге айтудан да жалықпаймын. Бір рет жасап дәмін татып көріңіз. Кухнямдағы дастарханым қазір модада емес деп шаршап, оның орнына әдемі Айса Хомнан айвари түсте скатерть пен осындай көкшіл менің кухонный гарнитурымдай етіп ранер мен подтарельниктерді заказ бердім. Тігістері енді маған качествосы қатты ұнады, қыздар. Ал оған дейін менің салатым да дайын болды. Манағы турап салып қойғаннан кейін 2-3 сағат тұрғаны жақсы. Салаттарымды, өзім жапқан қиярларымды қойдым. Және де кешкі асқа сүрленген жылқының етінен, соғымның етінен қалған бешбармағымды астым. Қасына мохитаны да дайындаған болатынмын. Мохитамды құйып жатсам төгіп алдым. Енді не істеймін, жаңа ғана жайған новый скатертімді бүлдірдім ғой деп жатқанда тігіншінің айтқан сөзі есіме түсіп кетті. Бұл скатерть су өткізбейтін матадан жасалатын керемет скатерть екен, қыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай су түгілі ізі де қалмайды екен, қыздар. Сондықтан да сіздер де қорықпай Айса Хомнан заказ берсеңіздер болады.